Сәлем достар, бүгін мен универсал қамырдың рецебін ұсынамын. Рецеп ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Ол үшін қант, тұз, ашытқымыздың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді қосамыз. Сүтіміздің температурасы міндетті түрде жылы болу қажет. Одан кейін осындай силиконды қалақпен араластыра отырып, ерітілген майымызды қосып, барлығын араластырып отырамыз. Барлығын араластырып болған соң, ұнымызды екіге бөліп қосып отырамыз. Бірінші мен осындай ұнның жартысын салдым, бірақ та біздің қамырымыздың ең бірінші құпиясы, оны біз силиконды қалақпен араластырып отыру керекпіз. Сол кезде біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болады. Ал енді қамырымыздың екінші бөлігін қосамыз да, осындай силиконды қалақпен араластырып отырамыз. Осы қамырдың рецебімен мен еттен жасалған бәлішті жасап көрдім. Жоғарыда сілтемесі тұр. Міндетті түрде сілтемеден өтіп жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Енді барлығын қолымызбен басын біріктіріп илейміз. Бұл қамырдың рецебімен мен духовкада пирожкиларды жасаймын, ал қантын сәл қоссаңыз, булочки да жақсы шығады. Рецеп ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.